Балалар бізге мұқтаж емес. Біз балаға мұқтаж болғандықтан Алла тағала оларды бізге аманат етіп берді. Есіңізге түсіріңізші, ең алғаш тұрмысқа шыққанда, ең алғаш үйленген жылы, ең бірінші аңсап күтетініңіз, ең бірінші тілегіңіз бала сүю емес пе? Ендеше сол Алла тағаланың берген аманатына қиянат жасамаңыз. Баланың көзінше ешқашан біреу туралы жаман нәрсе айтпаңыз, біреуді сынамаңыз, мінемеңіз. Бала оны естімей жатқандай болып көрінуі мүмкін сізге, бірақ аппақ қардай баланың тап-таза миы оны бір жеріне жазып отырады. Және өсе келе біреу туралы жаман нәрсе айту ол балада да қалыптасады. Сондықтан балаңыздың сөз тасушы, өсекші болып өскенін қаламасаңыз, бұл нәрсені ешқашан жасаушы болмаңыз. Қатты біреуге ренжіп, жарлардай болып бара жатсаңыз, балаңыз жоқта немесе балаңызды ойынға жіберіп айтатыныңызды айтып алыңыз. Бірақ Алла тағала бұндай істі ешқашан құптамайды. Сол себепті біреуді жамандаған мұсылман екінші мұсылман бауырының етін жегенмен тең деген аятта кездеседі. Екіншіден, баланың көзінше ешқашан боқтық сөздер айтпаңыздар. Қазір ер адамдармен қатарласып әйелдердің де сондай сөздерді жиі қолданатынын естиміз. Балаңыздың көркем мінезді, сөзінің көркем болып өсуін қаласаңыз, бұндай сөзді ешқашан баланың көзінше айтпаңыз. Үшіншіден, баланың көзінше екінші бір балаңызды ешқашан ұрмаңыз, ұрыспаңыз, және өз балаңызды ұрмаңыз. Ұрып өскен бала сізді тыңдамайтын болады. Керісінше сізге қырсығып, одан әрі жаман қылықтар көрсететін болады. Сондай-ақ өсе келе ол балада ұру деген дұрыс нәрсе, ұрып алып кешірім сұрап кейін татуласуға болады деген нәрсе қалыптасады. Сол себепті күйеуі әйелін ұруы, қазіргі далада неше түрлі балалардың бір-бірімен төбелесуі, бір-біріне жарақаттап, зақым келтіруі осындай нәрселерден туады. Әрине, ата-ананы кінәлаудың қажеті жоқ. Өйткені біздің ата-анамыз қолдан келгенше өздерінің білгендерін бізге бөліскісі келді. Бізге әрдайым жақсылық қалады. Бізде балаларымызға сондай жақсылық қалаймыз, бірақ қазіргі 21-ші дамыған ғасырда оқу, білімдерді алу өте қолжетімді. Сол себепті өзіңізді түзеңіз, өзіңізді жетілдіріңіз, өзіңіздің сөзіңізге, ісіңізге әрбір жауап бере алатындай ең бірінші өзіңіз есейіңіз. Айтылған ақпараттар ұнаса лайк басып, ұнамаса дизлайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыз.